Жалпы Алла адам баласын болсын, бар дүниені болсын, шық қылып жаратқанда, соның ішінде адамды да. Адам деген сөздің өзі келбеті бар, және іспеті бар. Образ и подобие дейді. Сондықтан дағы елдің көбісі аң-таң түсінбейді да, бұл екі дінді қосам деп не істеп жүр, екі дінді қосқан не істеген секілді. Ислам шырылдайды, ойбай, біз ғана жалғыз дінбі деп, христиан шырылдайды, біз көктің іліміміз деп. Жалпы алғанда адамның өзі болмысында ұрықтан және рухтан тұрады да. Екі адам баласының өзінің қатар жүруі бар. Сол екеуі қатар болмаса, адам болмайсыңдар. Кісілік келбеттерің бар, адамдық іспеттерің бар. Сол енді келбетті, анан жаңағы ДНК, база ДНК жаңағы тегін адамның түгендеу үшін ислам діні керек та. Ислам діні дегеніңіз ол не? Ол жаңағы адамның рухтың тәрбиеленіп жетілуі, жердің ілімі болады да. Ал рух ілімі ол көктің ілімі болады да, ол Исаның ілімінде жатыр. Сондықтан дағы тек қана исламда жүрсеңдер, сендер сол рухты ғана, тәніңді ғана тәрбиелейсің болды. Сонда сен жартылай ғана кемелетте боласың да. Ал ендігі жерде Исаның ілімін меңгерсең, онда рухани әлеміңде тәрбиеленеді. Сонда ғана сен толық адам боласың. Сондықтан дағы өзі не нәрсенің болсын, жаңағындай қараңғы мен жарық жұп, адамның іші мен сырты жұп, күн мен түн жұп, мысалы үшін. Сол секілді христиан мен ислам екеуі жұп та. Осы екі жұп қатар ойларыңа сіңірмейінше, екі діннің басын қосып, соны тәрбиеленбейінше, сендер адам болмайсыңдар. Мәселе екі діннің басын қосу деген сөздің өзі адамның ілімін толықтыру деген сөз. Ішіңде де, сыртыңды да тәрбиелеу деген сөз. Жер бетінде де, көкте де кемеліңе келу деген сөз. Демек, жер бетінде де жұмақта да өмір сүретіндей жағдайға жету деген сөз. Сондықтан дағы жартылай ғана болғыларың келеді да. Негізі бөлшек дегенді жақсы көресіңдер да. Біз айтамыз, екі діннің басын қосамыз. Өйткені Мұхаммедтің келбетіндей, Исаның іспетіндей болуымыз керек. Ол үшін Мұхаммедтің ілімі шариғат, Алланың сөзі, Исаның ілімі тарихат, Алланың рухы. То есть Құран және Інжіл, Ислам және христиан. Христианның нағыз түрі ол тәңірлік. Сонда қазақ толық.